Ассалаумағалейкум рахметуллахи баракату. Амансыздар ма ағайын туысқандар? Міне тағы да өзімнің ескі досымменен келіп қалдым. Мынау сонау 79 жылы 40-қа толмаған кезімдегі әлі алған көлігім еді. Міне осы көлікті алуға Ғазизаның әкесі көмектескен еді, қарызға ақша беріп. Алла жатқан жері жат, топырақ торқа болсын деймін, байлығын беріп. Міне қандай әдемі жерге келдім. Міне гүлдеріңіз сайрап нетті. Гүл қандай әдемі, ойпыр ой десейші. Міне қандай гүлдер. Гүлдің әр түрлі. Бұрын осы тоғайдан әлгі жуа теретінбіз, қымыздық теретінбіз. Балыққа келіп қалдым енді. Құдай жазса енді сөр енді бірдеме. Алланың берген рызығы таусылмас. Міне. Вот, міне қандай. Қараңыздар, көріңіздер. Әдемі болса, сіздерге жақсы түсірсем. Қызықтау болғаны. Вот, міне қандай ағайын туысқандар. Балық деген осылай аулаған. Сағат 6-ға кетті қазір. Ертерек келгем әдейі. Отырып 7-8-ге шейін аулайын деп. Кішкене самал жел соға бастады. Әйтпесе бұл ойпаң жер, жағаның асты. Ыстық, күннің көзі әлі қайтқан жоқ. Қандай әдемі жер, міне қандай жарықтық. Қалтқылар олай-бұлай қозғалады. Желден бе, кішкентай балықтар ма тиісіп атқан. Енді үлкен балық алса, ол бірден тарта жөнеледі. Анаудан айналып тұрған, сол жағындағы да. Мына жағындағы да олай-бұлай қозғалып. Немене қозғалып тұрған жел ме? Біз енді балықты күтеміз ылғи. Балықтың қапқанын жақсы көреміз. Ал, ары қарай жалғастырам. Міне бір сағаттан артық отырм, уже сағат 7-ге кетті. Бір сабақ ұстадым. Екеуі шығып кетті қармақтан өзі. Шол балықтар кінәлі. Балықтар шығып кетті. Мұғыз күршек кінәлі. Шығып кетті. Енді жерге бір шортанға деп қойып қойғаным бар да, әлі қозғалмайды. Бұл жақта көрші келіп отыр да, ола жігіт келіп. Енді балық аулау басталатын шығар деп ойлайым, жақсы. Қара балықтар, табандар деген сияқты балықтар. Әйтпесе ұсақ түйек бағанағыдан бері. Құртты жеп қояды. Әлі отырмын сонда да. Ол ағайын туысқандар балық аулауды жалғастырып отыр. Мынадай бір ғажап балық түсті. Бармақтың үлкенінен азақ үлкен. Көрмейсіздер ме? Осындай да олжа болады екен. Міне. Екінші қармақ солай, мынау қармаққа. Осындай мына кішірек алауға. Осыдан басқа балықтар жоқ қой деймін осы жерде. Міне. Ал енді олжалы деп ойлаңыздар. Балық түспеді деп айтуға болмайды. Ол балық емес пе? Балықтың бір түрі
Аламұғаның кішкентай баласы. Вот міне ағайын туысқандар. Қалай? Көрдіңіздер ме қандай балық аулау деген? Балық аулауды аяқтадым. Сағат 8-ге кетті уже. Сондықтан аяқтау керек болып тұр. Алды. Міне жерде жігіттер келіп отыр. Кешке кем көрініс. Міне де қайтып бара жатыр. Машина дегенде.